Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін сіздермен тағы да мен Жігердияр. Мен бүгін Казгейм каналында сіздерге видосик көрсетемін. Бұл видосикте сіздерге менің командамды көрсетпекпін. Менің командам уровень 36 және де оның общий рейтингі 93. Оң жақ қанаттан вратардан бастасақ, ол Ховард 91 рейтинг. Ховард 91 рейтинг жақсы, статы өте жақсы. Және де оң жақ қанат, сол жақ қанаттан защитникнен бастасақ, Варан, Рафаэль Варан. Скорость жақсы, защита жақсы, защитасы өте жақсы, силасы, отпор бәрі жақсы. Одан кейінгі орталық защитник Иниго Мартинес. Скорость жақсы, игрок головой өте жақсы, опекасы жақсы, отпор сәл аз. Ал бұл Пике де менің ең үздік защитниктерім бірі, менің капитаным. Оның статы скорости жоқ болғанымен, оның игра головой, выбор позиции, отпор, опека, собранность бәрі мықты. Ал сол жақ қанаттың полузащитниктерінен бастасам, Эскьюледа скорость 104, скорость дрифтка 107, скорости мықты. Ал Petit скорость жақсы, бүкілі 75+ деп айтуға болады. Нағыз көмерге сай. Гризман, мен бұл Гризманды түсіргенде, пактан түсіргенде, бұл Гризман үшін 10.000 FIFA point кетті достар. Бұны мен пактан түсіргенде қуанып кеттім. Скорость удары жақсы, ловкости жақсы. Және де Арен Роббен, Тоти кандидат, барлығы жақсы, дриблингі өте жақсы. Және де Акостадан бастайық. Бұл голова 5-тің мастерский игрогі, скорости 114, передача жақсы. Гнабри скорости 104. Мен бұны КН'нан алғам, 10.000 FIFA поинттық. Және де Мбаппе бұл да игрок кандидат, скорости жақсы. Және де бұл сіздерге менің командам. Егер де осы видеоға минимум 10 лайк және де менің каналыма минимум 5 подписчик жиналса, осы командамды сатып покупканың жасаймын. Сау болыңыздар.